кішіге түсуге. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолыңыз тек жақсы істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналады. Одан әрі мәтін бойынша бірінші сұрақта сізге Айгүл мен әжесінің арасындағы сыйластықтың сыры неде? Кім жауап береді екен? Кәусар айта ғой. Айгүл әжесін өте қатты жақсы көретін еді. Әжесі де Айгүлді өте қатты жақсы көрді. Олардың арасындағы сыйластықтың сыры сүйіспеншілікте. Я, өте жақсы отыра ғой. Бойынша бізде мынандай сұрақ бар екен. Айгүл сыныбынан неліктен жылылықты сезіне алмады? Ол неге жалғызсырады? Кім жауап береді? Зарина айта ғой. Себебі оның сыныптастары кемсіте берді. Ол өзінен сүйіспеншілікті, татулықты көргісі келді достарынан, көп адамнан татулықты көргісі келді, бірақ оны көптеген достары оны кемсітіп, оны қасына қоспай қойды. Я, өте жақсы жауап отыра ғой. Балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы ұжымдағы өзара қарым-қатынас. Жалпы ғасырлар бойы қалыптасып, халықпен бірге жасасып келе жатқан әдеп, адам деген атқа кір келтіргісі келмейтін, әр кісіге, ұжымның әрбір мүшесіне ауадай қажет рухани игілік болып табылады екен. Ұжымдағы жайлы ауқалдың сақталуы әрбір адамның жан дүниесіне, көңіл күйіне тікелей байланысты. Адамның жан дүниесі дегеніміз не? Оның ішкі көңіл күйі, сезімдері, ойлары, арманы, қиялы. Жалпы алғанда қолмен ұстап, көзбен көруге болмайтын күйлер. Бірақ сыртқы факторлардың әсерімен әр адамның әртүрлі әрекеттер мен қылықтарынан көрініс табады екен. Сендер мысалға мектепте бір қоғамдық пайдалы іспен айналысып шұғылданғанда, бір-бірлеріне көмектескенде, ұжымда бірлік, сыйластық орнайды екен. Білім алу, өнерге үйрену және өмірді түсіну сол сияқты ортақ мақсаттары сендерді біріктіреді. Сонда ұжымда жайлы ауқал орнайды екен. Түсінікті болса, бүгінгі күнді жазып, тақырыпты дәптерімізге жазып, оқулықтағы дәйек сөзді жазып алайық. Адамдардың ортасында өмір сүріп бақытты болу дегеніміз ең алдымен өзіне тиісті тындыру, өз борышыңды ақтай білу деген сөз. Сенің байқауынша сыныптас жолдасың соңғы кезде сабаққа, қоғамдық жұмыстарға самарқау қатысып, томаға тұйық жүр. Оның сабақ үлгерімі де төмендеп кетті. Осы жағдайда сен не істейсің? Мен бұл жағдайда ол баладан қандай жағдайдың болғанын сұрап алатын едім, және де қандай көмек екенін сұрайтын едім, одан кейін барып оған жайлап көмектесетін едім. Сен бұл сыныпқа жаңадан келген оқушысың. Сыныптастар адамды білім бойынша бағалап, адамгершілік қасиеттеріңді байқай беретін тәрізді. Осындай ортада өзіңді қалай ұстайсың? Мен бұндай ортада өзімді сабақ жағынан соларға қарай ілесіп, солардың білімдеріне қарай өзімді ұстаймын солай. Сенің байқауынша сыныптас жолдасың соңғы кезде сабаққа, қоғамдық жұмыстарға самарқау қатысып, томаға тұйық жүр. Оның сабақ үлгерімі де төмендеп кетті. Осы жағдайда сен не істейсің? Біріншіден, мен өз досымнан жағдаятты сұрап аламын, өзімнің күшім жеткенше көмектесемін. Осы жағдай.
Мінезі жаман бір жас жігіт болса керек. Ешкім оны түзей алмапты. Қателігін айтқан сайын ызалана түсіпті. Бір күні әкесі оған іші шегеге толы бір жәшік беріп, маңайындағы адамдармен әр жанжалдасып қалған сайын, мына бағанға бір шегеден қағып отыр деп табыстапты. Алғашқы күні баласы тақтайға көп шеге қағып табыстайды. Келесі күндері де аз болмапты. Осы қарқынымен әлгі бағанды толтыруға аса көп уақыт жұмсамапты. Жас жігітке өз ашуын тежеуден гөрі бағанға шеге қаға салу оңай сияқты болып көрінеді. Тақтайдың толғанын көргенде әкесі оған: "Сондықтан ешкімнің көңіліне кірбің ұялатпағайсың, балам", деген екен. Ұлын сабырға шақырып, өмірлік ұмытылмас сабақ ұқтыра. Балалар, видеороликті тамашалап болдыңдар ма? Сендерге ұнады ма? Бәрі түсінікті болды ғой, Ендеше осы видеоролик бойынша біз бір-екі сұрақ қойсақ. Өсиет әңгімеден өздеріңе қандай ой түйдіңдер? Айта ғой, Каусар. Мен бұл әңгімеден ашуланбау туралы ой түйдім. Ашу дұшпан ақыл дос демекші, ашулану және ұстамсыздық бұл жағымсыз қасиеттердің бірі болып табылады. Өте жақсы. Екінші сұрақ бойынша, неліктен адамдар ренжітіп, жанын жаралауға болмайды? Кім айтады? Айта ғой. Өйткені адамдармен қанша ұрысып арқасынан дос болып кетсек те, оның жанында сұрақтар қалады. Одан қанша кешірім сұрасақ та, ол жазылмайды. Өзіңнің өміріңде осындай реніштер болды ма? Иә. Ал өзіңді қалай сезіндің? Қатты қапаландым. Бізде мынандай сұрақтар туындап тұр. Ешкімге қиянат жасамайтын адамның бойынан қандай қасиеттерді көруге болады? Кім айтады? Айта ғой. Ешкімге қиянат жасамайтын адамның бойынан адамгершілікті, ақкөңілдікті және де бәріне сүйіспеншілікті білдіретін адамды айтады. Және де адамдардың ала жібін аттамайтын адамды қиямет жасамайтын адам деп атайды. Сөзін жазған Мұқағали Мақатаев: "Не деген керемет күн. Не деген керемет күн. Жаныңа бәрі даяр не керектің, көрінеді гүлдердің бір жарғаны, естіледі ұшқаны көбелектің, не деген керемет күн." Естіледі балалары нәр сорғаны, бармақтай балапан құс ән салғаны. Бәрінде кеудесіне қондырбап, дала бір рақатта дел салжаны. Таулардың самал есте балағынан, гүлдер тұр үзілерде сабағынан. Шартарапты шалып жүр нұрмен шуақ, шашырап күннің нұры шабағынан. Сусындап көк аспанның жанағынан шарықтап шыңылда ана қыран. Ару жер өз дидарын көріп жатыр, тұнық көктің жанарынан.